Мен Төкені Сақып, зейнеткер ұстазбын. Әкем Ұлы Отан соғысына қатысқан Әлімбаев Төкен 1910 жылы Ақмола уезі Орта облысына қарасты ауылда дүниеге келген. 7 жылдық мектепті бітіріп, 1930 жылы Ақмолада ұстаздық білім алып, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен білім алған. 1931 және 41 жылдар аралығында мұғалімдік қызмет атқарады. Оразалы Жұмабек мектебінің алғашқы ардагерлер ұстазы қатарында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен сабақ берген. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда майданға аттанған. 1943 жылы Сталинград майданында ауыр жараланып елге қайтарылған. Бейбіт еңбекті аудандық атқару комитетінде бастап, 1950-60 жылдар аралығында Атасу, Ескене, Ынталы, Өркендеу, Ынтымақ колхоздарында басшы қызмет атқарған. Соғыс кезіндегі ерлігі үшін 1941-45 жылдар аралығындағы Германияны жеңген үшін медалімен, тың және тыңайған жерлерді игерген үшін медальдармен марапатталған. Ұстаздық білімі үшін Қазақ СССР білім министрлігінің грамотасымен марапатталған. 1964 жылы ауыр науқастан дүниеден озды.